Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздерге өте оңай әрі тез дайын болатын шоколадты бисквитті жасап көрсетемін. Егер видео ұнаса, соңында лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Шоколадты бисквитimiz дайындау үшін бізге қажетті заттар: 250 грамм ұн, 55 грамм какао, 300 грамм қант, 250 грамм сүт, 2 жұмыртқа, 60 грамм ерітілген сары май, 60 грамм сұйық май, 1,5 шай қасық нан содасы қажет. Құрғақ заттардың барлығын ыдысқа салып аламыз да қасықпенен араластырамыз. Алдын ала елегіштен өткізіп алыңыздар. Ұнды, какаоны және нан содасын. Құрғақ заттарымызды қасықпен араластырып болған соң, үстіне жұмыртқа, сүт, ерітіп суытылған сары майымызды қосамыз. Сұйық майымызды қосамыз. Сосын барлығын вилкамен жақсылап ерігенше араластырамыз. Осылай вилкамен, венчикпен немесе миксермен де араластырсаңыздар болады. Миксері жоқ кісілер үшін таптырмайтын бисквит бұл. Қасықпен жай ғана араластырып, духовкаға саласыз, бітті. Бұл бисквитте ең маңызды айта кететін жайт, нан содасын разрыхлительменен айырбастауға болмайды, ауыстыруға болмайды. Міндетті түрде нан содасын қосу керек. Соңында барлық заттарды, құрғақ заттар мен сұйық заттарды араластырып болған соң, кішкене ғана чайный ложкаменен, яғни шай қасықпенен 1 шай қасық 9% уксусты қосып араластырамыз. 6% немесе 9%. Массамыз дайын. Енді тек духовкаға салып пісіріп алу ғана қалды. Мінекей бисквитimiz дайын. Мен дайын бисквиттің бетіне шоколадты ерітіп жаға салдым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша сәндеп алсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын.